Мемлекет ғылымның дамуына ерекше көңіл бөліп келеді. Оны осы салаға құйылған қаржы көлемінен аңғаруға болады. Айталық, соңғы 3 жылда ғылымның көкжиегін кеңейтуге 100 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Бүгін еліміздегі әлемнің қара шаңырағы ұлттық ғылым академиясының 70 жылдығына арналған салтанатты жиында қазақ ғылымдарының жетістіктері жария етілді. Академияның мерейтойлық сессиясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысып, оның 70 жылда нағыз зияткерлік ордаға айналғандығын айтты. Қазақ елінің ғылыми ғажаптары сараланып, әлемі екшелген отырыс барысын Мұхтар Абрайым баяндайды. Ғылымсыз қарыштап дамуды елестету мүмкін емес. Демек, отандық экономиканың келешегі нақ осы залда жиналғандардың қолында. Заңғар ғалым алып академик осында. Қазақ ғылымының арғатасы Әл-Фараби десек, бертінгі буын Қаныш, Мұхтар, Әлкейлердің ізбасарлары. Аламанда шабатын шағы 3-ші жаңғыртумен тұспа-тұс келіп отыр. 70 жыл бойы талайды өткерген ұлттық ғылым академиясы ірі зияткерлік орталыққа айнала білді. Демек, елбасы жүктеген міндеттерді жүзеге асыруға қауқары жетеді. Мен ылғи кездескенде академиктерге айтып жүретімін. Жарайды енді сонша дүниеде болмағанды ашу деген ол енді дұрыс қой. Өте үлкен ғанибет болар еді. Ол нағыз революция болар еді. Бірақ дүниедегі бар нәрселерді Қазақстанға әкеп бізге бейімдеу. Ол да ғылым. Онымен шұғылдануымыз керек. Көптеген ғылыми ізденістерді талап етеді бұның барлығы. Ғалымдарымыз осы іске белсенді атсалысуы қажет. Сондықтан дәуір сұраныстарына сай, олар өз дүние танымы, ғылыми көзқарастарын қайта қарау керек. Біз өнеркәсіптік ғылымның қажеттілігін ескере отырып, гуманитарлық салаларда да ұмтылуымыз қажет. Бұның барлығына тиісті кадр керек, тиісті компетенция керек. Мемлекетте мен де осы шаруаға қазір белсенді кірісіп жатырмыз. Мемлекет ғылымның дамуына ерекше көңіл бөліп отыр. Соңғы 3 жылда бұл салаға 100 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Білім, ғылым мен экономиканы етене интеграциялауға күш салып келеді. Бұл үрдіс жалғаса бермек. Дегенмен жеке сектордың да үлесі артуы тиіс. Дамыған елдерде ғалымдарға кәсіпорын тапсырыс беріп, зерттеулерін өндіріске енгізеді. Бізде де солай болса игі. Ғылым билікпен бірге бизнестің де қаржыландыруын қажет етіп отыр. Енді ғылыми зерттеу жұмыстарын отандық кәсіпорындардың қажетіне бағыттайтын тетіктер әзірлеу керек деді мемлекет басшысы. Например, в Сингапуре есть правило. Правительство выделяет ученому ровно столько же денег, сколько он смог привлечь от бизнеса. Ну, здесь надо правительству, конечно, помогать, но так должно быть. Только таким способом можно повысить долю внедряемых патентов, разработок и существенно увеличить поток частных инвестиций в науку. Инициатором прикладных разработок прежде всего должен быть реальный сектор. Перед нами стоит задача по импортозамещению и развитию экспортного производства. То есть, когда академик и ученый работает на конкретном деле, не просто бумагу пишет, статьи и защищают там диссертацию. Отандық ғылымды дамытудың тәсілдерін түбегейлі өзгертетін кез келді. Бұл ғалымдармен бірге бизнеске де жүктелген міндет. Серпіліс беру үшін инновациялық жүйе керек дейді ресейлік ғалымдар. Те страны, которые сумели вырваться в инновационном плане. Серпіліс жасап дамып кеткен мемлекеттерде инновациялық жүйе бар. Онда елдердің экономикасының 80% жеке бизнестің үлесінде, қалған 20% ғана мемлекеттікі. Ал біздің елдерде керісінше, бизнес ынталандырылмаған, сондықтан меніңше инновациялық жүйе құру керек. Түбі барлық мемлекеттер бірігіп, бір жүйемен жұмыс жасауы тиіс. Закон мы хотим такой принять, чтобы все компании частные из своей прибыли какой-то процент предусматривали на науку. Совершенно верно. Экономиканың драйверіне жоғары оқу орындары да айнала алады дейді ректорлардың дені. Оған талпынып жүргендер аз емес. Жаһандық ғылыми кеңістікте солай. Білім шаңырақтарында жүргізілген зерттеулер барлық ғылыми орталықтардың базасына жол тартады. Инвесторлар да үздік жобаларды сонда қадағалап отырады. Демек, жоғары оқу орындары инновациялық орталыққа айналуы қажет. Мы децентрализовали науку. Большую часть передали в вузы. Но они все еще не стали настоящими инновационными центрами. Наверное, надо время. Опытно-конструкторские разработки составляют у нас, к сожалению, менее четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои результаты, однако подавляющее большинство патентов не востребовано. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства сегодня. Практически не привлекаются заказы реального сектора. Ну, это
последствия того опыта, который мы приобретали во время Советского Союза и дальше. При этом, к сожалению, в научных работах нередко содержится плагиат, о чем мне частенько пишут. Считаю, что пришло время кардинально изменить подходы по развитию отечественной науки. Елімізде ғылымды басқарудың жаңа жүйесі іске қосылды. Сөйтіп қаржыландыру жаңа форматқа сәйкес жүргізілуде. Ол да жұмысты тиімді ету үшін. Елбасы ұлттық ғылым академиясының жанынан әдеп жөніндегі алқалы орган құруды ұсынды. Ол ғалым кодексін әзірлей алар еді. Бұдан бөлек тиісті министрлік пен ғылым академиясына бірқатар тапсырмалар жүктелді. Также нужно решить вопрос участия Академии наук на договорной основе, проведения конкурсов и присуждения именных премий в области науки. Министерство образования совместно с академией и вузами необходимо продвигать свои научные издания в международные рейтинговые базы. Надо не менее половины научных статей публиковать на английском языке. Они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных. Это нужно для вхождения в глобальное научное пространство. Еліміз білікті ғалымнан кенде емес. Залға жиналған заңғар академиктердің ойлап таппағаны жоқ. Ынталандыру бизнес тарапынан болса, жұмыс тіптен ширай түсері сөзсіз. Тек жаңалықтарды жүйеге келтіріп, топтастыратын алаңдар болуы шарт. Жазда Астанада сондай платформалардың бірі Экспо нысандарының базасында құрылмақ. Халықаралық IT технопаркі дүние жүзінен IT стартаптар мен инвесторлар тарту алаңына айналады. Мемлекет, үлкен мемлекеттік саясат. Екіншіден бұл бизнес қазір мына ғылым мен білімге қарау керек. Өткен бәсекелестік қалады. Оның ішіндегі негізі екеуінің ортасын қосатын мына университеттер. Университеттегі жаңа ғылыми зерттеулер, жаңа жобалар, жаңа жобаларды бизнеске ұсынып, мемлекеттің қолдауымен енгізіп отырса, сонда экономика жақсы дамиды. Қазіргі уақытта ғылымның рөлі өте жоғары. Себебі өндірістің дамуы, барлық салалардың дамуы, ең біріншіден ғылыми зерттеулерге байланысты. Қаржылау мәселелері ол тек қана үкімет тарапынан емес, әрбір оқу орын өз бағыты бойынша осы ізденістерге қаражат жасап, осы ғылыми орталықтарды дамытуға. Ол тек қана мемлекеттік қаржылау болмай, ол өндіріс тарту. Мына мемлекет және жеке кәсіптер бірігіп жобаларды көтеру керек. Келешектің кілті ғылымда, дамыған 30-дықтың аламанына қосатында осы инновация. Мұны академик ғалымдар жақсы біледі. Осы жолда бар күш-жігерін сарп етеміз деп сертін берді бүгін. Әуезіпше айтсақ, халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім. Мұхтар Ыбырайым, Еділ Ермекбаев, Дулат Ентебеков, қорытынды жаңалықтар.